Bismillah. Ga. Еркехан деп атай берейін ба? Өте көрін сұрақ қойдыңыз. Кім тәуекел етпейді, сол тарымен шай ішпейді деген сияқты. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі подкастымыздың аты Төбе! Бүгінгі подкастта сіздермен бірге жүргізушілер Ерке және біздің бүгінгі қонақтарымыз Аманжол Райымбек, Аманжол Меруерт және Асқар Мерей, және де кадрдың сыртындағы біздің операторымыз Жұмабай Мерей. Бүгінгі біздің таңдаған тақырыбымыз өте маңызды, қоғамда актуальды тақырыптардың бірі болып табылады. Өмірді қалай жеңіл қабылдауға болады? Жалпы бұл тақырып сөз жүзінде жеңіл естілгенімен, іс жүзінде оңай ма? Заманда адамға әсер ететін факторлар өте көп. Оның ішінде әлеуметтік қысым, қоғамдағы қысым, қаржылық мәселелер, адамның жеке қиындықтарын да айтып кетсек болады. Соның барлығы адамға фоновый стресс дейді ғой, жан-жақтан қысым беріп, адам өзінің жеңіл өмірін өзі қиындатып алу әбден мүмкін. Оның алдын алу үшін біз не істей аламыз деген сұрақ келеді. Ол үшін мысалы мен бірнеше кеңес беріп кете аламын. Біріншіден, өзіңнің күн тәртібіңді жоспарлау. Мысалы, белгілі бір өзіңнің міндеттеріңді бірнеше күнге бөліп тастасаң, сенің миыңда бір қалай айтсам болады, бір тәртіп орнайды. Сен оны кезекпен кезек істеген кезде артқы жаңағы фондағы стресстерді азайтуға мүмкіндік аласың. Сол арқылы сен жалпы күнделікті өміріңді реттеу арқылы жалпы өміріңнің стрессіз және жеңіл өтуін қамтамасыз ете аласың деп айта аламын. Меруерт ханымның ойына қосыла кетсем, біз өзімізге бірінші қарапайым сұрақ қойып үйренуіміз керек деп ойлаймын. Мысалы, мен 5 жылда осы нәрселерімді өзім не істеймін ары қарай, өзімді қалай нетем, дамыта аламын деген сияқты сұрақтар қойып үйренуіміз керек деп ойлаймын. Өте жақсы пікірлер болып жатыр. Келесі біздің сұрағымыз Райымбек мырза өзіңізге тікелей қатысты. Яғни сіз қазіргі таңда өзіңізбен бірге жас буындармен бірге оқып жатырсыз. Яғни сіз бұл өмірді қалай жеңіл әрі оңай қабылдайсыз? Сол туралы өзіңіздің пікіріңізді айтып кетсеңіз, бір инсайттарыңыз болса. Түсінікті. Барлықтарыңыз саламатсыздар. Біріншіден шақырғаныңызға рахмет, подкасттарыңызға. Осындай төбе деген жақсы жерге келіп отырып, атмосферный, жаңа жер сияқты бір бастамаңыз игі болсын. Енді сұраққа келетін болсақ, жалпы адам баласы өмірге келгеннен бастап болмыс ретінде өзін ашу үшін келеді жалпы біріншіден. Және де сол өзінің ең алғашқы кіршіксіз таза саф көңілін ұстай білу керек өмірдің соңына дейін. Не себепті? Өйткені адам баласы өмір сүру барысында, өмір сүру жолында әртүрлі сүрлеулер өтеді, әртүрлі орталарда болады, соған байланысты әртүрлі авторитеттердің оған ықпалы болады, және де сүйемелдеуі болады, әртүрлі көзқарастар болады. Соның бәрін жұтылмай өзінің идентификациясын ұстау маңызды деп есептеймін. Сол себепті мысалға мен өмір жолында әртүрлі жерде болдым, жаңағыдай біріншіден әскерде болдым, жоғарғы оқу орындарында оқыдым осыған дейін де, одан бөлек басқа жұмыстарда істедім, үлкен корпорацияларда. Сол себепті бұл жерде қарайтын болсақ, әр орта өзінің адамға бір белгілі бір әсерін тигізеді. Бірақ та ол нәрсеге жұтылмай, адам өзінің ішкі жан дүниесін сақтай білу керек. Және де ішкі жан дүниесі мен сыртта өзінің проявлениесі, яғни өзін көрсете білу, болмыс ретінде шығу. Оны ғылымда академиялық форматта human being деп айтады, орысша бытие, түркішеден аударғанда тіршілік деп аталады. Сонысын үндестікпен, жаңағы үйлесімдікті ұстау маңызды. Сол себепті сондай болған кезде үлкен адамдармен үлкен дәрежеде сөйлесесің, өзінен жас буындармен жаңағы соларға сәйкес дәрежеде сөйлесесің. Себебі бір ақпарат болғанымен сен жеткізген кезде үлкен буынмен олардың тілінде сөйлесу керек, жас буынмен олардың деңгейінде сөйлесу керек. Сол себепті әр уақытта шынайы болып өзіңнің көңіліңдегі нәрсені білдіретін болсаң, бұл жерде ешқандай бір қатты мәселе болмайды. Сол себепті өздеріңіз байқап айтып отырғандарыңыздай әр ортада өзіңді еркін ұстап әдемі сөйтіп жүруге болады деп есептеймін жалпы. Жауабыңызға көп рахмет. Өте бір қанағаттанарлық жауап болды деп ойлаймын. Келесі сұрақ, қазір көп адамдар жаңа жылды, жаңа өзгерісті, жаңа бастаманы күту үшін өмірін күтумен өткізіп алады. Қалай мінсіз дүйсенбіні күтпей, қазіргі сәттен бастап өмірден ләззат алуға болады? Ерке ханым өте орынды сұрақ қойып кетті. Жалпы біз өмірімізді өзгерту үшін бір определенный бір уақыт күтеміз. Мысалы, ертең бастаймын, жаңа жылдан кейін бастаймын деген секілді, понедельник, дүйсенбіден бастаймын деген секілді. Бүгінден бастаса, бұл ісіміздің бір дұрыс болмай қалатын секілді бір адамда сондай бір чувство болады да ішінде. Ал бұл жерде жалпы алғанда жауапкершілікті адамның бір жауапкершілігін аламау және еріншектік
деп айтсақ болады. Жалпы еріншектің ертеңі бітпейді деп бекер айтпаған ғой. Адамда бір нақты бір мақсат болмағандықтан, нақты бір сол арманына бір берік болмағандықтан бұл ерініп жүре береді. Ертеңнен бастаймын, онар күннен бастаймын деген секілді. Сол үшін адамда бірінші нақты мақсат болу керек. Осы арманды мен бүйтем, сөйтем, мынандай неден бастаймын деген секілді адамда бір определенный план болу керек деп айтсақ болады. Олжалғас ханымның сөзін қорытындылай кетсем, біз мінсіз сәтті ертең, одан кейін деп күтіп жүрмей, дәл қазірден бастап, дәл қазіргі сәтімізді мінсіз етуіміз қажет. Құрметті көрермендер, осы орайда біздің подкастымызды бір сарынды етпес үшін біздің жүргізушілерімізге сөз кезегін берейік. Және де оларға қоятын менің сұрағым, қалай өзің болдан қорықпауға болады? Және де басқа адамдардың пікірінен қалай тәуелді болмаймыз, оларға қалай мән бермейміз? Қазіргі таңда адамдар өздерінің сөздерін, киімдерін, пікірлерін қоғамдағы басқа адамдардың пікіріне орай қалыптастырады. Және бұл өз кезегінде адамның өзінің шынайы болмысынан алшақтап кетуіне, өз-өзін шектелуіне әкеліп соғады. Жалпы қазіргі таңда қоғамда адамдар басқалардың әртүрлілігін, ерекшеліктерін құрметтеуіміз қажет. Бірақ адамдар басқалардың пікірін мақұлдау арқылы олардың пікіріне тәуелді болып қалады. Мен үшін өз-өзінен қорықпайтын, басқалардың пікіріне мән бермейтін адам өзін шынайы көрсете алатын, сезімдерін, пікірін ашық айта алатын және қоғамдық қысымға қарамастан одан шығып, өзінің дұрыс жолын таңдай алатын адам. Олжалғас, сіздің пікіріңіз қандай осы орайда? Мен де негізі Ерке ханымға өте қосыламын. Өте дұрыс айтып жатсыз. Жалпы негізі адам қалай өзінің болмысын жоғалтып алмау керек, қалай жұрттың пікірінен қорықпау керек, жұртқа ілесіп кетпеу керек деген бұл жерде ең түбіндегі жатқан нәрсе адам өз-өзімен жұмыс жасап үйрену керек секілді. Мысалға психологиялық тұрғыдан бір кітаптар оқып болсын, сондай бір өзін дамытқан жағдайда адам басқалардың пікірін елемейді, только өзін ғана, өзінің болмысын жоғалтпай солай дамиды деп ойлаймын. Тақырыптың негізі бір құлағы көрініп тұр, соны түгелдей суырып тартатын болсақ, алай нәрсе шығады да, адам баласы болып келгеннен кейін бір адам баласы әрқайсысы жеке тұлға, индивид болып келеді. Жалпы қарайтын болсақ та, ең элементарный нәрсенің бірі адам саусағына қарасақ та қайталанбайды деп айтып жатыр ғой барлығы. Оның барлығы айтып қойған, дәлелденіп қойған нәрсе. Бірақ адам баласы көбісі айтады, яғни жастардың аузынан естиміз, үлкен кішілерді естиміз, яғни билеп айтады. Мен өз-өзімді таппай жатырмын дейді. Бұл сұрақ, бұл нәрсені айтудың өзі негізі дұрыс емес. Жалпы адам өз-өзін таппайды біріншіден, екіншіден адам өз-өзін қалыптастырады былай айтқанда. Мысалға, Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи ағамыздың кесенесінің арт жағында арка бар. Байқасаңыздар, кофе стилінде жазылған арабша сөз бар. Яғни хадис шариф жазылған. Ман ғарафа нафсаху фақад ғарафа раббаху дейді. Яғни нағыл деген сөз. Яғни біз біріншіден Алла тағаланың дәргейінен келдік. Бұнда болмыс жағдайға қарайтын болсақ, рухани тұрғыдан. Бірінші адам рухани иммунитеті мықты болса, қалған нәрселер, жаңа адамдар не айтты, қандай нәрсені болып жатыр қоғамда, осындай нәрселерді, мысалы, ярлық ілгісі келеді адамдарға, әртүрлі нәрсе ойлар айтып отыр. Көбісі ақылдымын деп ойлайды, бірақ та ерме екенін ұмытып кетеді да осы жерде. Соған мән берген дұрыс. Жаңағы сөз ман ғарафа нафсаху фақад ғарафа раббаху деген, енді өздері түсініп тұрса нафсаху дейді. Нәпсі деген сөз. Адамның нәпсісі бар да, көңілі бар жаңағы ол. Шәкәрім атамыз айтады, рух бар және дене бар. Екеуінің қосындысы, екеуінің баласы жаңағы көңіл деп аталады. Адамның көңілі, жаңағы нәпсісі, адам жалпы өзін таныған кезде дейді да, раббаху деп айтып тұрды. Өзін жаратушы иесінде таниды дейді. Яғни адам баласы үлкен әлемде бір сол үлкен нәрсенің, үлкен бір ғаламат күштің бір бөлігі ғой былай айтқанда. Енді соның бір бөлігі, бір парчасы бола отырып, өзін-өзі танитын болса, ең үлкен абсолютті мәнінде таниды деген мағынаны білдіріп тұр бұл жерде. Сол себепті өзін табу емес, өзін-өзі қалыптастыру керек. Яғни адам баласын жан-жақтан қарап отырсақ, болмысын әртүрлі нәрселер қаумалап, жылғыштап тұр. Мысалы, былай қарайтсақ, илахи нәрселерге тартады, жақсылық жасаған кезде. Былай қарасаң, кейде ойларын жаман нәрсеге кетеді, сайтани нәрселер тартады. Былай қарасаң, жаңағы тіршілік болып жатқан бытовуха дейді, жаңағы санам тұрмыс дейді, ол да бар. Ана нәрсемен айналысып кетіп, ана нәрсенің бөлінге жан-жаққа тартып тұрып, сол нәрсенің адам денесінде барлығы бар, 18 ғаламда бар нәрсенің. Соны әр нәрсені жасай отырып, біліп отырып нәрселерді іспен шарпысқан кезде адам баласының білген толысып, іс-әрекеті арқылы, ол яғни проявка дейді, ұшқын болып, жаңағы өзін-өзі көрсетеді былай айтқанда. Солай адам баласы өзіне жататын, жақпайтын, келетін нәрселерді тауып, өзін-өзі қалыптасып, болмыс ретінде адам болады. Вот соны нақты айтады. Адам баласын жеке дара
тұлға индивид деп. Жалпы осындай нәрсе қосылды. Жауаптарыңызға рахмет. Сұрақты тақырыпты аша алдық деп ойлаймыз. Ал келесі кезекте подкастымызды қызығырақ нотада жалғастыруымыз үшін тақырып бойынша психологиялық тұрғыдан ой салатын қандай оқиғаларыңыз бар? Кімде қандай оқиға? Иә, өмірлеріңізде бір психологиялық тұрғыдан сіздерге бір әсер қалдырған, содан кейін бір өздеріңізде бір сондай бір чувствоға алып кеткендей бір оқиғаларыңыз бар болса, бөлісе кетсеңіздер. Жалпы бұл жерде менде бір қызық оқиғалар болған өмірімде. Мен өзім әскерге дейін жұмыс жасап, жаңағы отель жұмыс жасадым, Рикс қонақ үйінде Бурабайда. Және де қосымша болғанда негізінде оқып жүрдім. Бірақ та жаңағы қосымша жұмыс істеп жүрдім. Официальный түрде, ресми түрде. Екеуін жасап жүріп тұрып, оқуымды бітірдім, үздік түрде барлығын 2 мамандық алып шықтым қатарынан. Одан кейін мен өзім еркіммен әскерге бардым. Нағыз психологиялық жаңағыдай қысымдар, әртүрлі нәрселердің көкесі сол жақта негізі. Сен өзінің қалауымен барсаң да ол жаққа, бірақ та әртүрлі ояқтағы енді көп адамдар, әскерде жүрген көп адамдардың бүйтіп ой түйгенім көбісі өмірден жол болмаған, және де жаңағыдай отбасында әртүрлі бір нәрселер болған, және де кішкене толық емес адамдар жүреді де көбінесе. Және де солар өздерінде қалып кеткен ішіндегі бір қыжылдарын, әртүрлі жаман энергетикасын солдаттардан алғысы келеді. Ол рас нәрсе, мойындау керек. Мысалы, ол кезде мен де жас болдым, 18 жасар жігіт болдым, ол түсінген жоқ. Қазір енді саралай отырып түсінесің да. Мысалы, отельде жүрген кезде 5 жұлдызды жарқырап тұрған қонақ үй, мысалға. Ал әскерге барған кезде минус 10 жұлдызға түсесің да автоматически. Контраст дейсіз ғой адам. Контраст, адам баласы жалпы бір нәрсені түсініп, оны аңғару үшін жалпы салыстырмалы түрде бір категориядан болған дұрыс та өмірде. Жақсы нәрсені көресің, одан кейін сәл нашарлау нәрсені көресің, мүмкін жаман нәрсені де көруі мүмкін. Бірақ енді сол нәрсені көре отырып, орташа жерге келген кезде білесің да, сен не қатты асты кетпейсің, ойбай мынау жаман, анау дейсің. Либо бұл өте керемет деген сияқты сенде бір не болмайды да, андай толқуда. Өйткені сен бұл шекті де көрдің, шарықтау шек крайность деп атады былай айтқанда. И мына крайность та көрдің, плюс-минус. Енді любой жүрген кезде сараптап жаңағы жүресің. Себебі адам баласы бір сондай жаратылыс иесі, әрқашанда мысалы күн ыстық болса ыстық дейміз, күн салқын болса салқын дейміз, бір шыдамсыздау, бір оған келісетін боларсыз бәріңіз де. Бәріміз өйтіп ойлаймыз ғой, қазір тезірек жазы болса екен деп. Жазы болғаннан кейін күн ысып кетті ғой деген әңгіме айтамыз да. Кішкене сондай бір әттегендер болып тұрады енді адам баласына. Бірақ та айтпаған әскердегі жаңағы психологический қысымдар мынадай да, біріншіден ол жерде тек қана сен психологически мықты болған көмектеспейді. Ол жерде әртүрлі адамдар, әртүрлі жаңағыдай топтарды, көзқарастар, әртүрлі адамдар мысалы саған құндылық қылып бөлінетін нәрсе ол кісіге вообще түкке тұрмайды. Мысалы вообще бәрібір барған аяғын сүртіп кете береді да сен неге. Олардың көзқарасы бойынша олардың істеп жүрген понятиялар басқаша болып көрінеді. Енді бұл жерде біріншіден әскерге барған жаңағы енді осыны тыңдап отырған жасөспірім балалар, қыздар болсын, өзінің бауырлары да барады әскерге ертең. Мынадай кеңес бере кетейін енді пайдаланып отырып осы орайды. Біріншіден адам баласы әскерге барған кезде өзі дайын болып бару керек іште, жүрегімен қайда баратынын біліп, отанын қорғауға, өзінің жігіттігін былай айтқанда тексеруге деген сияқты алғашқы шарттардың бірі осы жерде алғашқы шарттардың. Екіншіден келетін болсақ, әскерге барған кезде біріншіден психологически сындырады, ол рас. Екіншіден физически сындырады, морально шаршайсың былай айтқанда. Ол жерде сен руханиятың ештеңеге қарамайды. Былай айтқанда бүкіл жақтан езгіге салады да. Мен әскерден келгеннен кейін 2 жылдан кейін мынадай мақала жазған болатынмын, статья өзім парақшама Instagram желісінде. Әскер ол мәдениет түрме деп. Неге? Баға қарайтын болсақ, ол жерде барлығы бір жақсы жүрген сияқты көрінесің, бірақ та әскерде сөз бар. Солдат думает дейді да, уже беда дейді да. Ол ойланатын болса, уже басқа бір нәрселер ойлайды да, әртүрлі өткен қысымға көбінесе шыдамайды көбісі. Көбісі әскерге барған кезде мынадай ойым барады да, мен аға көкем бар, басшылықта жоғарыда отырған ертең келгеннен кейін билетім болады, военный мен жұмысқа кіруге аламын деп ойлайды. Сондай ниетпен барады. Және сондай жігіттерді көрдік, олардың әл ауқатын сондай кезде не болған, олар морд сынып кетті да былай айтқанда. Әрине бізде де болған жоқ емес, болады моменттер кәдімгідей андай бір енді адам баласы андай ғой, үйреніп қалады да, мысалы 18 жас 20 жасқа дейін өзінің қалағанын істеп жүреді, мысалы гражданка дейді, азаматтық өмірде топ етіп андай жерге түсесің, 1 жыл бойы сен былай айтқанда на поводке ұстайды да былай айтқанда. Яғни бір жағынан закаляться етсең, ер жігерін қалыптастырады, қайсарлығын қалыптастырады, төтеп шыдап беретін болсаң өте жақсы болады. Енді бұл жерде төтеп шыдап беру де ол жерде жігіттердің бозбалалардың қолында емес, өткенде біріншіден бұл жерде айтарым Алланың рахымы деп айтамын да. Өйткені любой шағын опасность былай айтқанда қауіп қатері толы ол жерде. Сол себепте әскерде либо 3 вариант бар, либо сен аман сен шығасың Алланың рахымы, либо сен мүгедек болып шығасың, либо сен әскерде өлесің. Бұл таза психологический сын сағаттан өтесің былай айтқанда. Негізі мен оны түсінгенім әскерде жүріп,
мынадай нәрсе фильтрация дейді да, отбор болады. Даже сіздер әйел адам ретінде де сіздер партнер таңдайсыздар өздеріңізге, жаңағы болашақ жолдас, мысалға бойфренд деп айтасыздар дұрыс па? Ой, мынау кринж екен, мынау краш екен деген әңгіме бар ғой. Сол сияқты мына жерде сондай болады да, жігіттерді сіз отбор жасайсыздар. Әйел адамға мысалға бұрынғы замандардан бері қараған кезде ер адам добытчик мысалға, отбасын асырайтын істейді, әйелін соны дайындайды. Оған ең мықты ресурсының күшті вожак керек, дұрыс па? Альфа-самец керек, дұрыс па? Қосасыздар ма соған? Сол әскер таза соның отборын жасайды былай айтқанда. Көбісі өліп кететін, мысалы көп шыға алмаған психбольницаға түсіп қалатын жерде. Ол біріншісі. Екіншіден, егер аман-есен шықсаң, бинго да былай айтқанда. Ары қаратан өмірін жалғастырып, өзің дұрыс жүретін болсаң, яғни қазір қоғамда әртүрлі нәрселер көп қой, ер адамдарды, осыны қыз балаларды осы тартатын қызыл, жасыл жалтырақтар, бұл өмір жылтырақтар, яғни темекі, ішімдік, әртүрлі наркотиктік нәрселер, мысалы сол нәрселерге жұтылмай дұрыс адам болып қалыптасу, сол әскер көмектеседі. Әскер жалпы соған көмектеседі, егер де басын істеп тұрса. Біреулер ойлайды, бала деген қуып жүр қазір мысалға, әртүрлі нәрсені басын бір шалып, әскерге жіберіп, бұның тәубесін сүру керек дейді. Ондай бала ол жақта оны керісінше добивать етіп жібереді оны негізі. Ешқандай пайдасы жоқ оның. Егер басы бар бала алатын болса, ол жақтан нормально шығады. Мысалы болды балалар, жаңағыдай болып келді, еш нәрсе қабілеті жоқ, дакан сөйтіп кетті, таяқ жеп былай айтқанда, сондай нәрсе ол жерде. Сондықтан адам болар бала болғаннан дейді, 15-інде баспын дейді, жаңағы болмайтын бала 25-інде жаспын дейді әңгіме ол айтқанда 90 сөз толық қойды үйіне бұл жерде. Сондай. Ішімдік, темекі, психотроптарға біз қарсымыз достар. Барынша салауатты өмір салды ғой, бұл айтқанда. Бәріміз білеміз, біздің барлығымыздың басымыздан өткен бір маңызды тақырып бұл ұбт. 11-ші сыныптағы ұбт десе негізі қазіргі түлектер де орындарынан шошып тұруы мүмкін. Бұл подкаст тыңдап отқан, өйткені олар үшін бұл қазір өте маңызды, өмірлерін шешуші бір сәт сияқты болып көрінуі мүмкін. Неге бұлай айтып отырмын? Өйткені біз мысалы кішкентай кезімізде мектепте оқып жүрген кезде аса мән бермейміз. Біз өзіміздің ұстаздарымызға, ата-анамызға әбден сеніп алғандықтан біз болашақта не болады деп көп басымызды қатыра бермейміз, емін-еркін өмір сүріп үйреніп қалғанбыз. Солай келе жатқан кезде бұл нәрсе 11-ші сыныпқа жалғасады. 11-ші сыныпқа түскен кезде кейбіреулерінде 10-ші сыныпта басталуы мүмкін. Осы жерден сенің алдағы өмірің шешіледі. Бұл ұбт тікелей саған байланысты, қандай балл аласың, сол арқылы өміріңді жасайсың деген сияқты жан жақтан, ұстаз жақтан болсын, ата-ана жақтан болсын, әрине олар бізге жақсы болсын деген ниетпен айтады. Дегенмен де бұл психология және де баланың психологиясы үшін кейбір жағынан қараған кезде бір қысым болып көрінуі мүмкін. Тек қана олар емес жан жақты социальный сетьтеміз жаңағыдай инстаграмда ашсақ та, ютубта ашсақ та, ал сен ұбт-қа дайындалып жатсың ба? ұбт келіп қалды, ал сен телефон қарап отырсың деген сияқты бір андай сөздер шығып қалып, одан сайын сен үстінен бүйтіп езіп тастауы мүмкін да бізді. Сондай кездерде барлық жағынан бізге сондай бір езулер пайда болған кезде бала өзін не істерін білмей тығырыққа тіреліп әбден қиналып кетеді. Бұл жерде әбден психологиялық шабуыл болады да. Бұл бәріміздің басымыздан өткен. Сол себепті осы тақырыпты мен қозғап жатырмын да. Сондай кездерде мысалы бала өзін өзі қалай алға жетелеп алып шығады, қалай сол қысымдан астында қалып кетпейді. Мысалы ол жағынан бізге көп ақпарат жоқ та. Именно сен осы ұбт-ны тапсырып шығуың керек, осы ұбт-ны қалай алып шығуың керек деген сөздерді ғана естиміз. Осы орайда айтатын нәрсем, ұбт ол тек қана сіздің жаңағы мектепті бітіріп универге түсуіңізге қана әсер ететін, мектептегі алған білімдердің нәтижесі. Тек қана нәтижесі, ол сенің барлық өміріңе түбегейлі әсер етеді деп айту қате деп ойлаймын. Өйткені ол сенің өміріңдегі белгілі бір этап қана. Сен ұбт-ны тапсырсаң да, тапсырмасаң да сен адам болып, сол үйіңдегі бала болып, ұстазыңның шәкірті болып қала бересің. Сол үшін де бұл нәрсені қатты қиындатып, өмірлеріңізді бұл үшін ауырлатпаңыздар дегім келеді. Осыдан кейін ұбт туралы бір оқиғамды айтып берсем сіздерге. Мен 11-ші класс оқитын кезде бізде январский ұбт болады ғой, соған дайындық болды бізде. Біз ауылда болған соң біздің оқушылар бірге барады енді. Бізге бірдеңе көлік жалдайды, біздің мұғалімдер бірге көлік жалдайды, бірге апарып келеді, олардың міндеті. Сөйтіп біздің ауылымыз кішкентай, қатты үлкен емес, бір 4 көше бар енді, үлкен деген. Сөйтіп біз таңғы сағат 7-де сол мектептің алдында жиналатын болдық, неге қарай.
сөйтіп менің подругам бар қасымда, таң сағат 7 әлі 7 болған жоқ, 6:30 ғой. Сөйтіп подругам екеуміз көшеде келе жатамыз, ойымызда ештеңе жоқ, екеуміз де телефонымызға қарап ОБТ-ға дайындалып келе жатырық. Енді сол күні Январскийдің тапсыруға барамыз, Түркістанға бара жатырық. Сөйтіп одан кейін екеуміз келе жатамыз. Сөйтіп бір кезде подругам ұстайды да қолымнан, Мерей қаш дейді, сіз түсінбей қалам ғой. Сөйтсем артымызда маньяк қуып келе жатыр. Ужас, сосын просто сөйтіп қасында подругам екеуміз жүгірдік. Мектептің алдындағы бір ұзын көше, сода жүгіріп жүріп қой, прям қатты прям келе жатыр. Сөйтіп мен артыма қарай алмаймын. Уж не қорыққанымнан до того дірілдеп екеуміз мандыраштап қаласың ана жерде жүгіріп келе жатыр ғой екеуміз. Енді полностью ұзын көше, ана жер мектепке дейін ұзын көше, еще свет жоқ сол көшеде. Сол күні свет өшіп қалған ғой. Қыстың күні. Иә, қыстың күні, аяздың кезі. Сосын жүгіріп келе жатқан кезімізде мен артыма қарап үлгерем, и анау бір ақсақ аяқпен жүгіріп келе жатыр да, үлкен еркек, бойы ұзын. Сөйтіп жаман қорқып кеттік. Ужас, екеуміз жүгіріп келе жатыр. Мектептің алдында көшеде свет бар екен. Мектептің алдында көшеге жеткен кезімізде артымызға қарасақ уже жоқ ана адам. Сөйтіп уже екеуміз де анау сөйлей алмай тұрық қой. Неге келдік, бағанаға көлікке келдік. Біздің мұғаліміміз отыр екен, сөйтіп тұрады да, ойла қыздар, не болды, түрлерін нетіп қапты, бұзылып кетті ғой дейді. Сөйтіп мен айтам да, артымыздан бір ақсақ адам қуалады, маньяк қуалады деп айтам. Сөйтіп тұрады да, апай, ол кім деп сөйтіп не деді, бір-бірінен сұрақ қойып, ол кім, сендер танисыңдар ма деп сөйтіп бір-біріне сұрақ қояды. Сосын біз екеуміз отырамыз да, подругам екеуміз аузымыз кеуіп кеткен, жүгіре беріп, аяғымыз ауырып кеткен, түрден тірі қалмаған. Еще куртка бар ғой үстімізде, жердің бәрі тайғақ. Сөйтіп, еще сумкамыз бар артымызда. Әрең келіп, ентігімізді басып боламыз. Потом сөйтіп, енді ОБТ ғой сол күні. Қатты әсер етті. Сөйтіп жол жүріп кетеміз ғой, енді ОБТ-ға барамыз. ОБТ-ға барғанша енді ана сұрақтарды қайталаймыз там, енді не сабақтарды бір бетін ашамыз, кітаптарымыз бар, оқып атамыз. Кірмейді ғой миымызға, до того ше, ештеңе кірмейді ғой. Ана азандағы оқиға прям қатты әсер етеді. Сол моментте ше, прям андай ішіндегі шок болып қалады, ішінде бір түрлі нәрсе болып қалады, тұрып қалады на жағында ше, сол нәрсе кешке дейін жалғасады. Сөйтіп сол күні айтамай барлық нелерімізді, дайындалған нәрсемізді ұмытып қаламыз. ОБТ-дан сөйтіп азап шығамыз ғой. Сөйтіп шыққан соң жылаймыз ғой, отырып алып. Ужас. Айтқымыз келгені стресс, апатия болсын, ол өмірді әсер етеді, кез келген жағынан. Любой нәрсе әсер етеді. Бұл жерде, тек қана оны ойлаңыздаршы, ол онсыз да ОБТ-ға өзі паниковать етіп, қиналып тұрған адамға үстіне шоковое состояние түнмен дайындаласың да, и потом азанда просто дайындалып бара жатасың, сен артыңдан сондай бір келеңсіз нәрсе болады да, бір жағдай болады да, сондай нәрсе болады, и сен тупо тұрасың, ұмытып қаласың, и кімді кінәлайсың ана жерде, өзіңді кінәлайсың да. Барлық жағынан өзіңе андай болып қалады, шабуыл болып қалады. Сен ата-анаң да тұрады да, сен бүгін ОБТ-дан қанша алдың деп айтады ғой. Сол кезде айтқың келмейді да, ана жерде уже сен азап қалғаныңды айтқың келмейді. Азандағы ана ситуацияны вообще айта алмайсың. Оны азандағы ситуацияны айтайын десең, ол вообще болады. Оны түсінбейді бәрібір. Сен өзіңнен, сен сабаққа дұрыс дайындалмадың деген нәрсені көп бізге артып қояды, бізге жүкті. Сондықтан да өмірді жеңіл қабылдау үшін айналамыздың да әсері бізге кәдімгідей әсер етеді. Егер де біздің көрермендеріміздің арасында осындай 11-ші классқа қадам басып жатқан түлектер болса, сіздерге айтарымыз, ең әуелі өз-өзіңізді жаңа сыртқы соққылардан қорғай алатындай дәрежеде өз-өзіңізбен жұмыс жасап, қатты қобалжымай, бүкіл өміріңізді бір ОБТ-ға тіреп қоймай, өміріңізден басқа жақтарынан да мән тауып, өздеріңізді жақсы нәрсеге настраивать етіп, өмірлеріңізді жеңілдетуге өздеріңіз атсалысыңыздар. Бұл сіздер үшін, сіздердің өмірлеріңіз үшін ОБТ-ға қарағанда әлде қайда маңыздырақ. Міне осылай подкастымыздың соңына да келіп қалдық. Бүгін енді подкастымыз бір қызықты болды деген ойдамыз. Әркім өзінің басына өткен оқиғаларын айтып, психологиялық тұрғыдан көмектерін беріп, бізді көріп жатқан көрермендерімізге де бір пайдалы ақпарат әкелді деген ойдамыз. Бізге бүгінге келіп, бүгін біздің қонағымыз болғандарыңыз сіздерге көп рахмет. Алдағы уақытта да осындай подкасттарда, осындай пікірталастарда да кездесеміз деген ойдамыз. Ал
келесі кездескенше Сау болыңыздар.